Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын батон нанның жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын нанды сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Ашытқыны саламыз. Қантты саламыз. 3 ас қасық ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да нанның жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Бетін жабамыз. Ашытқымыз көтерілу үшін бөлме температурасына 10 минутқа қалдырамыз. Ашытқының балғын түрін пайдаланыңыздар, жақсы көтеріледі. Ендігі кезекте тұз саламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен араластырамыз, ары қарай қолмен илейміз. Үстелдің үстіне аздап сұйық май құямыз. Сонан соң қамырды жақсылап илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Бетін жабамыз. Бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. Қамыр 1 сағат тұрды, жақсы көтерілді. Сонан соң 2-ге бөлеміз. Қаласаңыз таразымен өлшеп алсаңыз болады. 2-ге бөліп алған қамырдың бетін жабамыз. 5 минутқа қалдырамыз. Сонан соң бір қамырды алып оқтаумен жаямыз. Екінші қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Видеодағыдай 4 бұрышты етіп жаямыз. Сонан соң келесі бетіне аударамыз. Формасын келтіру үшін оқтаумен тағы да жаямыз. Енді қамырды рулет тәрізді етіп ораймыз. Сонан соң қамырдың астыңғы бөлігі ашылып кетпейтіндей етіп біріктіреміз. Қамырды оң бетіне аударамыз. Сонан соң екі шеті ашылып кетпейтіндей етіп әдемілеп бекітеміз. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төсеп саламыз. Екінші қамырды дәл осылай қайталаймыз. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз тағы да көтерілді. Видеодағыдай қамырдың бетін өткір пышақтың көмегімен қиғаштап кесіп шығамыз. Сонан соң жұмыртқаның бір сары көзімен 1 ас қасық сүтті араластырамыз. Қамырдың бетіне жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын батон нан дайын. Дайын болған нанды суытып барып кесеміз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын нанды сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.